Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен Әйгерім. Бүгін менің каналымда үй жағдайында жасалатын қысқа сақтауға арналған өте керемет дәмді алмадан жасалатын повидлдің немесе джем деп те аталады тосапты әзірлейтін боламын. Менің рецептіммен жасауға кеңес беремін. Бұл өте керемет әрі оңай жасалатын рецепттердің бірі. Қысқа сақтауға арналған өте керемет тапсырмасы тосап, міндетті түрде видеоның соңына дейін қарап, менің каналыма тіркелуді және жанында қоңырау белгісін басуды ұмытпаңыздар. Тосапты жасау үшін алдымен бізге осындай 2,5 кг бақшаның алмасы қажет болады. Егер сізде бақшаңызда алма өспейтін болса, дүкеннің осындай жасыл, қызыл араласқан алмасын алсаңыздар болады. Кішкентай алма алсаңыздар, бұл тосаптың дәмді шығуына өте жақсы әсер етеді. Бақшаның алмасы болғандықтан мен алманы тазалап, құртынан, шірік жерінен ажыратып алдым. Содан соң үйіңізде дәл осындай мясировка болмаса, ет тартқыш болмаса, осындай блендердің көмегімен алмаларымызды видеода көрсетілгендей уақыттап, жеп-жеңіл күйде, яғни жеңіл күйде уақыттап, кішкентай қылып үгітіп, блендердің көмегімен өткізіп аламыз. Содан соң плитамызға пісіретін тавамызды, яғни қазанымызды қойып, оттың мөлшерін жай отта қойып, алмамызды, яғни блендерден өткізілген алмамызды оттың үстіне қойып, дәл осылай оның үстіне қайнағанша қоямыз. Оның үстіне бір кесе, яғни 200 грамм қантымызды салып, дәл осылай салып аламыз. Бұл жерде менде бір кесе қант салдым. Бұл кесенің көлемі 200 грамм. Ал сіз өз қалауыңызға қарай қантты қатты тәтті болғанын қаласаңыз, тағы бір кесе жарым қант салсаңыз болады. Дәл осылай жайлап қайнап бастаған кезде қантымызды алмамызбен бірге араластырып бастаймыз. Видеода көрсетілгендей асты үстінен жайлап асықпай бірыңғай араластыра отырамыз. Дәл осылай араластырылғаннан кейін қантымыз да өзі еріп, дәл осылай қайнай бастады. Кем дегенде 5-10 минут сайын қақпағымыздың, яғни қазанымыздың қақпағын ашып араластырып отырамыз. Себебі асты жабысып қалмау үшін дәл осылай 5-10 минут сайын қақпақты қазаннан ашып араластырғанда дәл осылай өзі бұрқылдап бір қайнай бастайды. Сол аралықта үстіне бір кесе суымызды құямыз. Асты жабысып қалмау үшін, егер қалауларыңызға қарай суды аз мөлшерде құйылды десеңіз, тағы да жарты кесе су құйсаңыз болады. Дәл осылай бір кесе суымызды құйғаннан соң асты үстін толыққанды араластырып, бір қайнатып, бұрқылдатып, отқа бір қайнатып аламыз. Қайнаған алмаларымыз, езілген алмаларымызды осылай үйде блендердің көмегімен толыққанды, яғни джем, яғни повидл көлеміне енгенше блендермен езгілеп шығамыз. Дәл видеода көрсетілгенде асықпай барлық қайнап шыққан алмамызды езіп аламыз. Дәл осылай езілген алмаларымыз джем күйіне, яғни тосап күйіне енеді. Содан соң өзіңіздің қалауыңызға қарай стерилизовать етілген банкілерге салып, оны қысқа сақтайсаңыздар болады. Менімен бірге жасап көріңіздер. Менің рецептім сіздерге ұнайды, пайдалы болатынына сенімдімін. Каналға тіркеліп, қоңырау белгісін басуды ұмытпаңыздар. Бұл алманы, яғни алмадан жасалған тосабымызды қысты күні неше түрлі, сіздің қалауыңызға қарай неше түрлі пирогтарға қолдансаңыздар болады.